Сәлеметсіз бе анасы? Аналгинмен димелдрол салып жіберсем, көмектеседі ма, болады ма 6 жасар балаға дейді. Қараңыздар, егер сіз үйіңізде осы дәрілер бар және өзім салам десеңіз, бұл үлкен қателік болады. Себебі кез келген дәрінің кері әсері болуы мүмкін және бұл дәрілерге көрсеткіш керек. Егер балаңыз қалыпты, яғни жағдай қатты ауыр емес болса, сіз бірінші физикалық методтармен түсіріп көріңіз, көп сұйықтық беріңіз, дәрілермен түсіріп көріңіз. Бұл да егер балаңыз енді жағдайы нашарлау деп егер сіз бағаласаңыз, жедел жәрдем шақырып, фельдшерлар көмектескені жөн. Себебі әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Кейде бүйрек жетіспеушілік және тағы да басқа жағдайларда бұл дәрілерді баланың бүйрегі көтермеуі мүмкін. Сонымен қатар медициналық білімі бар мамандардың консультациясы керек деп ойлаймын. Егер аллергиясы жоқ болса және тағы басқа, соған байланысты медициналық білімі бар мамандар қоя алады деп ойлаймын. Ал егер өзім салам деп олай жасамаңыз, ол қателіктерге алып келуі мүмкін. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Каналыма жазылып, YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.